қазанында Қазақстанның тұңғыш ғарышкері, халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров ғарышқа сапар шекті. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі атанды. Осы жылы мемлекеттік рәміздер әнұран елтаңба желтуды жасауға конкурс жарияланды. 1992 жылдың 4 маусымында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны туралы заңға қол қойды. 1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикамыздың тұңғыш ата заңы қабылданды. Осы жыл 15 қарашада ұлттық валютамыз теңгені алға енді. 1994 жылдың 16 ақпанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойды. 1996 жылы Қазақстанның араласуымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. 1997 жылы 20 қазанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола болған ресми түрде жариялады. Сол жылдың 8 қарашасында Қазақстан Республикасының рәміздерін Алматыдан Ақмолаға көшіру рәсімі өтті. Сондай-ақ 3 желтоқсанда премьер-министр кеңсесі Ақмолаға өтті. 1998 жылы елордамыз Ақмолаға астанаты берілді. Сондай-ақ осы жылы елімізде зейнетақы реформасы басталды. 1999 жыл ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығының жылы деп аталды. 2000 жылдың 10 қазанында Астанада халықаралық экономикалық ұйым ретінде кеден одағына қатысушы мемлекеттердің басшылары қол қойған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық құрылды. 2001 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан халқы тәуелсіздігінің 10 жылдығын атап өтті. 2002 жылы Тараз қаласында көрме ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Сонымен қатар осы жылы киелі Түркістанда дүниежүзі қазақтарының 2-ші құрылтайы өтті. 2003 жылы Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің 1-ші құрылтайы өтті. 2004 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің музейі ашылды. 2005 жылдың желтоқсан Конституция шеңберінде президенттік сайлау өтіп, ел өзіне басшысын таңдады. Сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев қатысушылардың 91% дауыс алып, ел сеніміне ие болды. 2006 жылдың қаңтарында мемлекетіміздің жаңа әнұраны қабылданды. Әнұран негізінде Жұмекен Нәжімеденовтың сөзіне жазылған. Композиторы Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстан» әні алды. Қолданыстағы менің әнұранның мәтіндері тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев енгізген өзгерістерін парламент алды. Әнұранның заңды авторларының бірі Нұрсұлтан Әбішев Назарбаев. 2007 жылы қазақ халқы үшін аса маңызды мәдени мұра бағдарламасының 2-ші кезеңі жүзеге асырылды. 2008 жылы заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың негізінде жаңа мейрам 6 шілде Астана күні болып тарихқа енді. Сонымен қатар Қазақ елі монументі ашылды. 2009 жылы Қазақстанда жалпыұлттық қазақ халқы санағы өтті. Ел тәуелсіздік алғалы бері 2-ші рет өткізіліп отыр. Қазақстанда 16.408.800 адам болғандығын көрсетті. 2013 жылы Қазақстан Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ете бастады. Осы жылдың желтоқсан айында Қазақстанда саммит өткізілді. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. Қазақстанның намысын қорғаған спортшыларымыз 70 медаль иеленді. Олардың 32-сі алтын, 21-і күміс және 18-і қола. 2012 жылдың 22 қарашасында Қазақстан 2017 жылы әлемдік көрме өткізу құқығына ие болды. 2013
жылы тұңғыш президент жариялаған 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағыты атты жолдау жұмыстарының қолға алынуымен ерекшеленді. Сонымен қатар осы жылы Қазақстан тарихында тұңғыш рет жергілікті билік органдары басшыларының сайлауы өтті. 2014 жылдың тамыз айында үкіметте қайта құру жұмыстары өтті. 17 министрлік пен 9 агенттіктің орнына елде 12 министрлік және шамамен 30 комитет құрылды. 2015 жылы Астанада әлемдік және дәстүрлік діндер жетекшілерінің 2015 жылдың 27 шілдесінде Қазақстан Республикасы дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. 2016 жылдың 16 желтоқсанда Қазақстанның өз алдына егеменді ел болып жарияланғанына 25 жыл толды. Тәуелсіздік 25 жылына арналған декларация жазылды. 2017 жылы Қазақстан Экспо 2017 көрмесі ұйымдастырылды. Айтылған көрме 10 маусым мен 11 маусым аралығында Астанада өтті. Оны тамашалауға әлемнің түкпір-түкпірінен 3 миллион адам келді және оны жүргізуге 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйым қатысты. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етті. Сондай-ақ Астананың 20 жылдық мерейтойы тойланды. 2019 жылы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттігін тоқтатты. 4 маусымда кезекті сайлау өтіп, 70%-ден астам дауыс жинаған Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. 2020 жылы халқымыздың ұлы ойшылы Ақын Абайдың 75 жылдары мен дала данышпаны адамзаттың екінші ұстазы Әл-Фарабидің 1150 жылдық және де ұлы болыс алтыннан 750 жылдық мерейтойлары аталып өтті. 2020 жылғы 22 қазанда ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 4-ші отырысына қатысқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылды тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп жариялады.